Есірткі өмірді бұзады. Олар отбасыны бұзады. Және олар біздің қауымдастықтарға зиян тигізеді. Біз жауапты азаматтар ретінде есірткіге қарсы болуымыз керек. Нашақорлық бұл өмірдің барлық салаларындағы адамдарға әсер ететін күрделі мәселе. Бұл өмірді бұзатын, қылмыс пен әлеуметтік құлдырауды тудыратын апат. Нашақорлық кемсітушілікке жол бермейді. Бұл жасына, жынысына, немесе әлеуметтік жағдайына қарамастан кез келген адамға әсер етуі мүмкін. Құрдастардың қысымы, стресс және қызығушылық жастардың есірткіні қолдануының жалпы себептері. Есірткі саудасы бұл қылмыстық ұйымдарды тартатын және зорлық-зомбылық пен сыбайлас жемқорлықтың таралуына ықпал ететін жоғары кірісті ірі бизнес. Біз есірткінің болашағымызды бұзуына жол бере алмаймыз. Біз өзімізді және құрдастарымызды есірткіні қолданудың қауіптілігі туралы хабардар етуіміз керек. Біз нашақорларды оңалту бағдарламаларын қолдауымыз керек, әрі дәлділіктен зардап шегетіндерге көмектесуіміз керек. Біз басқалардың қайғы қасіретінен пайда көретіндерді жауапқа тартуымыз керек. Біз салауатты болашақты қолдаймыз. Тек ұжымдық іс-әрекеттер арқылы біз жағдайды жақсы жаққа өзгерте аламыз. Есірткіге қарсы күрес бізден басталады. Біз есірткіге қарсымыз.